Арма, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Сіздермен бірге мен Назерке Сапарбек, бүгінге келіп түскен жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Халық қалаулылары қала көшелеріндегі санитарлық тазалықты тексеру мақсатында рейд жұмыстарын жүргізді. Үкімет коронавирустық пандемияға байланысты бір қатар алдын алу шараларын қабылдады. Төрт баласы бар жалғыз басты ана қайырымды жандардың көмегіне зәру. Ұлытау ұлары, осындай атаумен волонтерлар жылының салтанатты ашылуы өтті. Қала тазалығы қалалық мәслихат депутаттарының басты назарында. Кеше халық қалаулылары жауапты мамандармен бірге тұрмыстық қалдықтарды шығару мәселесі бойынша рейд жұмыстарын жүргізді. Тексеріске арнамыздың түсірілім тобы да қатысып қайтқан болатын. Соңғы кездері Телеграм әлеуметтік желісіндегі арнайы чатта көшелерде тазалықтың жоқтығын айтып, шағымданған қала тұрғындарының саны көбейген. Жағалай тау-тау болып үйілген тұрмыстық қалдықтан көз ашу мүмкін емес дейді олар. Халықтың шағымын естіген қалалық мәслихат депутаттары аталған мәселенің мән-жайын білу мақсатында арнайы тексеру жұмыстарын жүргізді. Халық қалаулылары бастаған топ шағымда айтылған мекен-жайларды, атап айтсақ, Сәтпаев даңғылы бойындағы Абай, Мәңгілік ел және Жаңа шағын аудандағы көшелерді аралап, ондағы қоқыс алаңдарының жағдайымен танысты. К вам единственное, вот когда убирают контейнера, ну ладно, сейчас подмерзшие, но кое-где есть, вот мы сейчас были там это какой там дом по Комарову? Заказ Сбербанка. Ну, чтобы они хоть немножко, там бытовой мусор остается возле контейнеров. Мәслихат депутаттарымен бірге тексеріске қала тазалығына жауапты ұйымдардың өкілдері де қатысты. Барлық мекен-жайларды аралаған жұмыс тобы халықтың шағымдары орынды екендігіне көз жеткізді. Мәселен, Абай көшесі 66-шы үйдің маңында қоқыс жәшіктері мүлде жоқ, алынып тасталған. Алайда тұрғындар амалдың жоқтығынан тұрмыс қалдықтарын әлі де осы аумаққа төгуге мәжбүр. Аталған жағдай бойынша рейд қатысушылары бейнекамера орнату туралы ұсыныстарын жеткізіп, уақытша болса да бұл мәселенің шешімін тапты. Учитывая то, что соңғы уақытта Телеграм чатына қала тұрғындары тарапынан қоқыстарды шығару, контейнерлік алаңдарды күтіп ұстау, көлемді қоқыстарды жинау жөнінде көптеген өтініштер келіп түскенін ескере отырып, біз қалалық мәслихат депутаттары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және сәтті тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерімен бірге қала бойынша рейд жұмыстарын жүргіздік. Көшелердегі жағдай өкінішке орай мәз емес, алайда тексеріс барысында кейбір мәселелердің шешімі дереу табылды. Қаладағы кейбір шағын аудандарда, мәселен, біз қазір тұрған Абай көшесі 66-шы үйде контейнерлік алаң болғанымен контейнердің өзі атымен жоқ. Біз қалалық мәслихат депутаттарының көмегімен мәселені бірден шештік. Бұл жерде әзірге уақытша 2 контейнер орнатылатын болады. Сондай-ақ халық қалаулылары учаскелік қызмет тарапынан халықпен нақты жұмыс жүргізілуі үшін қалалық полиция бөліміне хат жіберілетіндігін жеткізді. Себебі қатты тұрмыстық қалдықтар өте көп. Әсіресе сауда орындары мен қоғамдық тамақтандыру орындары көптеген тұрмыстық қалдықтарын белгіленбеген жерге тастайтын көрінеді. Оларға заң аясында шара қолданылуы тиіс, дейді мәслихат депутаттары. Диана Абдықалықова, Елдар Әлімжанов, арнайы Ақшам жаңалықтары үшін. Үкімет коронавирустық пандемияға байланысты вирустың алдын алу, оның таралмауына жол бермеу бағытында бір қатар шараларды қолға алуда. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов коронавирустың инфекциясы пандемияға жариялануына байланысты арнайы алдын алу шаралары туралы жариялады. Үкімет мынадай шараларды қабылдайды. 13 наурыздан бастап қоғамдық іс-шараларды өткізуге тыйым салынады. 16 наурыздан 5 сәуірге дейін мектеп оқушыларына арналған демалыс жарияланды. 16 наурыздан бастап жоғары оқу орындарының студенттері онлайн оқытуға ауысады. Қоғамдық көліктерді міндетті дезинфекциялау енгізіледі. Балабақшалар жұмысын жалғастырады. Мектеп оқушылары үшін
үшін демалыс кезінде көшпелі экскурсияларға тыйым салынады. Қоғамдық көлікте жаппай жиналатын орындарда міндетті дезинфекциялау. Санитарлық профилактикалық іс-шараларды оның ішінде қарттар үйінде күшейту. 1А, 1Б, 2 және 3 санаттарға жатқызылатын мемлекеттерге ұшуға тыйым салынады. Базарлар мен сауда орталықтары жұмысын жалғастырады. Кинотеатрлар уақытша жұмысын тоқтатады. Соңғы мәліметтер бойынша жаңа коронавирус COVID-19 жұқтырудың жалпы саны 132.300 адамға жеткен. 4 баланы бір өзі асырап отырған жалғызбасты ана көмекке мұқтаж. Отбасында баспанада тұрғын үйде тіркелгенін растайтын құжат та, тұрақты табыс та жоқ. Ақшам телеарнасының ұжымы көп балалы ананың жағдайына немқұрайлы қарамай, азда болсын жәрдемдесу мақсатында бір реттік азық-түлік себеттерін ала барған болатын. Біздің мақсатымыз халықты қайырымдылыққа шақыру. Біз Ақшам телеарнасының ұжымынан осы сіздерге азын-аулақ бір көмек ретінде азық-түлігімізді алып келіп отырмыз. Возьмите, пожалуйста, это вам. Ұл болсын жалғызбасты ана ретінде баспанаға кезекке тұрған, бірақ кезек баяу жылжығандықтан уақытша пәтер жалдап тұрады. Жалғызбасты ана бүгінде 4 баласын бір өзі асырап отыр. Қыздарының бірінің басына 2 жыл бұрын теледидар құлап, содан бері қыз ерекше күтімді қажет етеді. Тағдырдың тауқыметіне ұшыраған келіншек балаларын бағып қағу үшін кез келген қиын жұмысты істеп амалдауға мәжбүр. Мен 4 балам бар, өзім асырап отырмын, ажырасып кеткем, 2 жылдай болып қалды. Әнде жалғызбасты анамын, тек пасойямен, пасойя ғана аламын, айыспымен. Өзіңіз жұмыс істейсіз бе? Жоқ, жұмыс істемеймін. Қазіргі таңда отбасының жағдайы қуантарлықта емес. Жанұяның ай сайынғы кірісі бар болғаны 42 мың теңге. Балаларына берілетін бұл ақша олардың азық-түлігі мен киім-кешегіне жете бермейтіндіктен жалғызбасты ана жомарт жандардан көмек сұрауға мәжбүр. Тағдыры ауыр келіншек кейде балаларының аш құрсақ болып жататынын да жасырмады. Айыспымны осы мартта соңғысын алам, 3 ай сайын дейді. Айыспы 63 мың алам, осы мартта бітет. Ал пасойям 42 мың алатыным болды, артық ақша алмаймын. Сестренкам үйі, 3 бөлме, өздері жалдап отыр, өздерінде 4 баласы бар. Прописка күйеуімнен шығарып жіберді. Пропискам жоқ. Сіз уақытша тұрған? Иә, осы үйде уақытша үйге тіркеліп қойғам. Баста көпбалалы деп тіркелдім, 102 очеретім түсіпті, 139 болған. Баста семья неполная болып тіркелгем, олдан 1000-ші болған, енді көпбалалы болып 139-дан 102-ге түсіппін. Ақшам телеарнасына рахмет, көп-көп алғысымды айтам. Телеарнасы іздеп келіп жатыр, алғысым шексіз. Бұл отбасына сіз де көмектесе аласыз. Тағдыр тауқыметін тартқан жанға қол ұшын соссаңыз, оның алғысына бөленеріңіз анық. Ол үшін экранда көрсетілген Ұлболсын Жолдыбаеваның реквизиттеріне азғантай болсын қаржы жіберсеңіз, немесе көрсетілген байланыс нөміріне хабарлассаңыз болады. Сіздің қоңырауыңыз олар үшін өте маңызды. Диана Абдықалықова, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Ұлытау жаңалықтарына кезек берейік. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жастарға үлкен үміт арта отырып, Қазақстан халқына жолдауында 2020 жылды волонтерлар жылы деп жарияланғаны белгілі. Ұлы жердің ұлы жастары волонтер туын желбіретіп, 2020 жылдың қоржынын мол табысқа кенелтеді деген ниетпен Ұлытау ұлары атты волонтер 2020 жылының ашылу салтанатын ұйымдастырды. Еріктілік
нағыз патриотизм, себебі еріктілер өз еліне қызмет етуге және оны көркейтуге аса ынталы азаматтар екендігі белгілі. Ұлытау ұлары деп аталған Ұлытау аудандық волонтер 2020 жылының ашылу салтанатында сөз алған аудан әкімінің орынбасары Бағдат Байжантаев ең алдымен құттықтау тілегін білдіріп, ерікті істерде бас көрсетіп жүрген волонтерларға әкімнің арнайы алғыс хаты мен естелік сыйлығын табыс етті. Бүгін мінекей бүгінгі таңда осы Ұлытау ауданы бойынша 15 селолық кент округтері болса, солардың әрқайсысында өздерінің осындай ерікті топтары құрылды. Ауданның орталығы болып есептелетін Ұлытау селосының өзінде 6 бірдей мекеме өздерінің ерікті топтарын құрып отыр. Мен оны мақтанышпен айтып өтуіме болады. Жер бөлімі, ауыл шаруашылық бөлімі, мынау Сабез ұжымы, білім бөлімі, ветеринария бөлімі, мәдениет бөлімі, ішкі саясат бөлімдері мінекей осындай өздерінің волонтерлық топтарын құрды. Және осы таяуда ғана айғайлатып, айдақтағып, Асар деген тағы бір волонтерлық топ, бұл жастардың өз инициативасымен құрылып отыр. Мінекей, мен көп балалы аналармен де осы кездесулер өткізіп жүрмін. Соның барлығында мұң мұқтажын айтқанда соған қолымыздан келгенше көмек жасадық. Қарын күреп бердік. Әлсізге күштінің көмектесуі бұл ежелден келе жатқан жаңа айттым ғой дәстүріміз. Ешқашанда бір қалыпты дүние орнында тұрмайды. Сондықтан да біз қай уақытта да осындай әлсізге көмектесіп, қолымыздан келгенін бөліп беріп отырсақ, содан жаман болмаймыз. Отбасы, 3 баласы, 3 немересі бар. Қазіргі таңда білім бөлімінің жұмыскері. Еріктілер қызметіне азаматтардың, әсіресе жастардың, студенттер мен оқушылардың қатысу аясын кеңейту, олардың бойында белсенді өмірлік ұстанымдарға қатысты дағды қалыптастыру маңызды міндет. Ұлытау ауданының мәдениет үйінде өткен еріктілер жылының ашылу салтанатында Сәтбаев қаласының және Ұлытау ауданының өнерпаздары ән мен биден шашу шашып, келген қонақтарға концерттік бағдарламаларын ұсынды. Ақы дәметпей, қайтарымын күтпей қол ұшын созу кез келгеннің қолынан келетін шаруа емес. Демек, ерікті болу ардың, жүректің ісі. Ұйымдастырылған бағдарлама соңында жастар ерекше белсенділік танытып, халқымыздың сенімін ақтап, еліміздің гүлденуі үшін аянбай еңбек етуге дайынбыз деп еріктілер жылының салтанатты жиынын аяқтады. Алтынгүл Төлегенова, Виктория Жараспаева, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.